ойласам, өткен күннің белестерін, келеді көз алдыма өткен күн елестері. Қалайша бұл дүниеде өмір сүрем, білмесем туған жердің тарихын мен. Қайырлы күн, құрметті оқытушылар мен студенттер. Бүгін ИНЕУ Екібастұз колледжінің жалпы білім беру пәндерінің апталығы аясында өткізіліп отырған Қазақстанның таңғажайып жерлері атты тарихи танымдық сабаққа қош келдіңіздер. Әрбір елде халықтың өзіне тән киелі орындары бар. Ағылшындардың басты храмы Кентербери ғибадатханасын мақтан тұтса, немістер Кёліндегі Рим католик готикалық соборын, француздар Нотр-Дам-де-Паридолық етеді. Қазақ елінде де мақтаныш ететін қасиетті орындар жеткілікті. Атап айтсақ, ежелгі Тараз, Ұлытау, Түркістан, Сайрам, Алтай, Жетісу өңірлері және Бекет ата кешені. Осындай қасиетті орындарымызды әлем халқына танытумен қатар, еліміздің болашағы жас ұрпақ тереңірек білу керек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық құжатында жалпыұлттық қасиетті мекендер ұғымының маңыздылығын атап өткен болатын. Президент өз сөзінде Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі неше ғасыр өтсе де, бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. Ол ұлттық бірегейліктің басты элементтерінің бірі дей келе, болашаққа бағдар рухани жаңғыру құжаттар аясында Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы атты жобаны қолға алатындығы туралы айтқан еді. Бүгінгі таңда еліміздің киелі жерлеріне енген кейбір нысандардың 3D моделі жасалып, қысқа бейнероликтары National Geographic, BBC секілді бүкіл әлемге танымал телеарналардан көрсетіліп жатыр. Бұл киелі жерлер ғасырлар бойы жинақталған мәдениет пен өркениеттердің, тарих пен тағылымның қайталанбас туындылары. Мұның барлығы бірге келе ұлттың біртұтастығы мен ұлттық жадының жаңғыруына жол ашпақ. Бүгінгі іс-шара Қазақстанның кең даласында таңғажайып жерлер, тарихи ескерткіштер мен қасиетті орындар туралы болмақ. Ендігі осы тарихи ескерткіштерге тоқтала кетсек, Арыстан баб кесенесі. Көне отырар жеріндегі сәулет өнер ескерткіші. Бұл кесене 11 ғасырда өмір сүрген діни көріпкел Арыстан баб мазарының үстіне салынған. Кесене дәлізхана, мешіт, құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден құралған. Қазіргі кезде бұл кесене орталық Азиядағы қажылық міндетті өтейтін мұсылман киелі жерлерінің бірі болып саналады. Арыстан баб кесенесі жанында емдеу қасиеттері бар өте тұзды сулы құдық бар. Арыстан баб кесенесі мемлекетті қорғауға алынған. Тамғалы петроглифтері немесе таңбалы петроглиф тас кешені Жетісудың ең көне ескерткіштерінің бірі. 2004 жылдан бері Қазақстанда ЮНЕСКО әлемдік мұра нысандар тізіміне енген. Петроглифтер кездейсоқ табылғанмен бұл жаңалықтың мәні өте бағалы болды. Тастағы суреттер галереясына арғы ата бабаларымыз қола, ертедегі темір дәуір ортағасы және жаңа заман сияқты әртүрлі тарихи дәуірде құрған. Бұл тарихи дәуірлерде Қазақстан территориясында сақ тайпалары, үйсін, қанлы, ғұн мемлекеттік бірлестіктері және ертедегі түріктер өмір сүрген еді. Сол кездегі тастағы бейнелеу өнерінің шеберлерін қасқыр маскасындағы садақша, қару ұстаған жауынгерлер, малдар мен адамдарды құрбандыққа шалу көріністері, жас босанған әйелдер, арбалар, түрлі белгілер, символдар, сондай-ақ бұқаларды, құлындарды, айттарды, түйелерді, қабандарды, қасқырлар мен бұғыларды бейнелеген. Сақ дәуірінен сақталған Есік қорғаны Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Есік қаласының маңында орналасқан. Ескерткіш біздің заманымыздан бұрынғы 5-6 ғасырларға жатады. Ең көрнектісі, үлкен Есік қорымындағы 45 обаның 6-ы қазылған. 6-шы обадан әлемдік маңызы бар алтын адам табылуы мен ғылым мен мәдениетке Есік обасы деген атпен енді. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, таутеке, арқар, ат, түрлі құс бейнелерін беретін аң стилінде жасалған. Еліміздің ұлттық брендіне айналған алтын адамды 1969-1970 жылдары көрнекті ғалым Кемел Ақышев бастаған археологтар тапқан.
Алтын адам көшірмесі Алматы мен Елордадағы мұражайларға қойылған. Айша Бибі, Жамбыл облысының Інжу маржаны және орта ғасырлық сәулет өнерінің 11-12 ғасырлар ескерткіші болып табылады. Түрлі аңыздармен қоршалған құрылыс ғимаратты Тараздың шекарасына жақын жерде тұрғызылды. Жетім қалған Айша Бибі Қараханның сүйіктісі болған, бірақ оның қамқоршысы екі сүйген адамдардың некелеріне келісімін бермеген. Осылайша үмітсіз қалған қыз үйден қашып кетіп, көп ұзамай жылан уынан қайтыс болған деп саналады. Сонда қайғыға толы Қарахан сүйген жарының қайтыс болған жерінде кесене тұрғызған. Бірақ та, өкінішке орай, ол кесененің негізін қалаған ежелгі сәулетшілер туралы нақты ақпарат жоқ. Айша Бибі кесенесі елдегі жалғыз сәулет өнерінің ескерткіші болып табылатын бірегей ғимарат. Ол толықтай терракоталық плиталармен қапталған, ескерткіштің салтанаттығы, рухани қарапайымдылығы мен тығыз байланысты. Сондықтан бұл жерде әрдайым тыныштық пен бейбітшілік атмосферасы сезіледі. Жезқазған қаласынан солтүстік шығысқа қарай 50 километр жерде Қаракеңгір өзенінің жағасында орналасқан көне архитектуралық ескерткіш. Күмбезде сақталған таңбаларға қарағанда, оны салуға жошыға бағынған тайпалардың бәрі Оғыз, Арғын, Қыпшақ, Керей, Найман, Қоңырат, Қаңлы тағы басқа қатысқан. 1227 жылы қайтыс болған жошыға 1228 жылы күмбез тұрғызылған. Жошыхан күмбезі порталды күмбезі құрылыстар қатарына жатады. Жобасы тік бұрышты. Құрылыс материалдары күйдірілген кірпіш, ғаныш, әкімшілік жобаның аумағы 9,155, 7,125 метр. Көзге айрықша түсетін нәрсе салтанатты порталы. Оның маңдай алдында сүйер арка түрінде шығарып, екі жақ босағасын үстіңгі салмақты еркін көтеріп тұру үшін мейлінше берік етіп тұрғызған. Портал жақтауларын өрнекті кірпішпен безендіріп, кигіз үйдің басқырына ұқсатқан. Жошыхан күмбезі республикалық маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. 1999 жылдан Жошыхан күмбезін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Қарахан кесенесі. Қазақстанда 11 ғасырдан сақталған сәулет өнері ескерткіші. Қазіргі Тараз қаласының батыс шетінде кесене Қарахан әулетінен шыққан белгілі Ша Махмуд Бухра Қарахан қабірінің басына орнатылған. Кіреберіс маңдайшасы Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген Құран сөздерімен өрнектелген. Кесене Тараз қаласының 2000 жылдық мерекесіне орай 2002 жылы қайта жөндеуге өткен. Өкініштісі, кесененің бастапқы қалпы сақталмаған. Кесене орналасқан қорық аумағына кіреберісте Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың аманат хаты сақталған. Домбаулы кесенесі ғұндар билеген кезде салынған деп есептеледі. Аңыз бойынша бұл кесене ұлы сазгер және жауынгер Домбаул құрметіне салынған екен. Оның болғаны тарих және мифпен ұштасады. Қазақ халқының аңыз әфсанасында Домбаул бағаналы Найман руынан шыққан батыр. Қазақ арасында мұндай кигізге ұқсата созып барып, күмбезделген тас кесенелерді үй тас, дін деп атаған. Бұлар әр аймақтарда белгілі және орталық Қазақстан, әсіресе Торғай өзенінің бойына кең тараған. Жалпы мұндай кесенелер ежелгі кезде көшіп қонып жүрген жолаушы қазақтар үшін түнемелік орын болған. Қазақ дүниетанымында жын шайтан ұялайтын ескі тамға қонуға болмайды, ал ескі зиратқа түнеуге болады. Мазарларға түнеп, сосын өзінен кейін келетін жолаушы үшін мазар үшін тазалап кетіп отырған. Қазақ халқы мазарды қасиетті, теріс қара күштерден таза жер деп санаған, күйе тұтып қол шошайтпаған. Бегім ана мұнарасы шамамен 10-12 ғасырлардан бері сақталған сәулет өнері ескерткіші. Қазіргі Қызылорда облысы Арал ауданы Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстігіне қарай 35 км жерде орналасқан. Мұнара шикі кірпіштен тұрғызылған, биіктігі 15 метр. Мұнара ескерткіш үшінде не әлде бір белгі беруге, қарауға арналып салынуы да мүмкін деген болжам бар. Қазақстанда осы тәрізді орта ғасырлық мұнаралар көп кездеспейді, ал Орта Азияда мүлде жоқ. Бұндай ескерткіштер Иран, Түркия, Әзербайжанда кең тараған. Аңыз бойынша Бегім ана Жанкент әмірінің әйелі Нақас жаланың құрбаны болған.
1982 жылы мазар қазақ КСР-ның тарихы және мәдени маңызды ескерткіштерінің тізіміне енген. Маңғыстаудағы Бекет ата жер асты мешіті еліміздегі теңдессіз тарихи ескерткіш, рухани құндылығы аса жоғары киелі орын. Бекет атадан мұра болып қалған 5 жер асты мешітінің бірі Маңғыстау облысының Оғыланды жерінде орналасқан. Осынау киелі орынға зиярат етіп, медет тапқандардың саны жыл сайын артпаса кеміген емес. Жер асты мешітінің құрылымы 4 бөлмеден тұрады. Бекет ата пайғамбар жасында дүниеден өткені белгілі. Атаның жерленген орны да осы мешіттің бір бөлмесінде, төргі бөлмеде. Атаның қасиетті асатаяғы сақталған. Түпкі бөлмеге тек келіншектерге кіруге рұқсат етілген. Мұнда нәзік жандылар назымен бөлісіп, ниеттене тілек тілейді. Бекет ата жер асты мешітінде әр келген жанына жай, көңіліне сая, жүрегіне дауа табады. Таңғажайып табиғаттың құшағынан орын тауып, жартасқа қашалып салынған ислам ордасы киелі рухани ғибадатхана емес, қазақ даласындағы сәулет өнерінің озығы. Халық аузындағы аңыздарға қарағанда, кесене атақты ойшыл Асан Қайғы жыраудың ұлы Бесқопа аңғарында кенеттен қайтыс болған Аббат батырға арналып, бүкіл аймақ халқының қатысуымен тез арада тұрғызылған. Сондықтан оның атына Байтақ деген сөз қосылған. Аббат Байтақ кешенінің маңыздылығы 18-20 ғасыр басында бұл жерде қазақтың аса зор қорымының бой көтеруімен байланысты оның құрамына шикі кірпіштер салынған. Мазар мен 200-ден астам құлпытас кіреді. Олар қабір үйіндісімен шикі кірпішті қоршаулардың батыс жағында орнатылған. Көптеген ескерткіштерде араб әрпімен қазақ тілінде жазылған мәтіндер таңбалар ойылып түсірілген. Олардың тарихи этнографиялық маңызы өте зор. Қорымда кіші жүздің табын, кетер шекті, ожырай, байбақты және басқа да рулардың өкілдері жерленген. Кенесары хан үңгірі Ақмола облысы Бурабай ауданындағы Бурабай көлінен оңтүстік батысқа қарай жарты шақырым жерінде орналасқан. Аңыз бойынша, үңгірді мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылдардағы ұлт азаттық қозғалысының көсемі, қазақ хандығының соңғы ханы, Абылай ханның немересі, Кенесары Қасымұлы қазақ әскерлерін бақылау үшін пайдаланған. Үңгір Көкшетау қыратының гранитті сілеменің үгілуінен пайда болған, және ол аласа шоқының үстінде жатыр. Үңгірге кіреберістегі қуыстың биіктігі 3 метрдей. Ол 2 бөліктен тұрады. Оларды бір-бірімен тар қуыс жалғастырады. Екінші бөліктен сыртқа шығатын ауыз бар. Ақыртас. Бұл орта ғасырлық мәдениеттің ескерткіші ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Керемет құрылымның тарихы көптеген құпиялармен тығыз байланысты. Сондықтан ғалымдар оның пайда болу теорияларын әлі де ұсынуда. Сарай ғимараты 4 бөліктен тұрады, ал кешен пайдалы қазбаларды өндіруге арналған тау разрезін, саябақты және тұрғын үй құрылыстарын қамтиды. Ақыртастың қабырғалары өте қатты және берік, ал ғимарат іргетасының биіктігі 4 метрге дейін жетеді. Кешен тұрғындары сумен қамтамасыз етілген, себебі жақын арада орналасқан бұлақтардан су жеткізу жүйесі салынған еді. Ақыртас сарай кешені әлемдік ғалым қайраткерлерінде үлкен қызығушылық тудыра. Оның зерттеу жұмыстары бүгінгі күні әлі жалғасуда. Әрбір азамат рухани бай болу үшін өз халқының тарихын, әдебиеті мен мәдениетін білуге міндетті. Сонда ғана дені сау, рухы биік ұрпақ тәрбиеленеді. Бүгінгі іс-шараны қорытындылай келе, сөз кезегі құрметті оқытушылар мен және студенттер сіздерге беріледі. Құрметті студенттер, іс-шараға қатысып отқан оқытушылар, өз ойларыңыз болса, бөлісуге болады. Біздің студенттер дайындаған, яғни рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осындай кішігірім іс-шара дайындады. Әрине, кейбіреулерін өздеріңіз естідіңіздер, кейбіреулерін білесіздер, бірақ артық болмайды деп ойлаймын, себебі Қазақстан жерінің түкпір-түкпірінде осындай 100-ден аса, бірнеше жүзге жететін осындай көптеген кесенелер мен белгілі жаңағы атақты жерлер бар екен. Сол себепті бүгінгі іс-шараны мен осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізуге жөн көрдім. Ал құрметті студенттер, өз елдері үшін не алдыңыздар, не білдіңіздер? Сонда болса бүгінгі бөлісуге қазір болады. Құрметті оқытушылар, сіздер де өз ойларыңызды айтсаңыздар.
Біз бүгін Қазақстанның түкпір-түкпірінде орналасқан таңғажайып Қазақстанға саяхат жасадық. Жер шарымызда тұрып жатқан әрбір адам өз отанына, халқына, мәдениеті мен тарихына деген мақтансыз сезімі болу керек. Жарқын болашақ құру үшін біз сіздермен өткенді еске алып, бүгінгі күнімізді бағалай білуіміз керек. Ұлы дала, туған жер, Қазақстан. Санамызда мәңгі сақталынып, киелі туған жер туралы айтылар сөз, шырқалар ән, сырға толы өлең таусылар емес. Әйтсе де бүгінгі шараны мына өлең жолдарымен аяқтағымыз келеді. Шіркін менің қандай далам, жанарымды алмай қалам. Сұлулықпен сырласам да, сусының қанбай қалам. Ерлік куә ән мұрасың, жүрегімде жаңғырасың. О туған жер кең далам, мәңгілігін кәрмінмен сақ. Осымен бүгінгі іс-шара өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.